Амансыздар ма, құрметті әлеумет? Алдарыңызда Сихаев Айдархан Әшімханұлы. Бүгін 20 ақпан 2022 жыл Тараз қаласынан сөйлеп отырмыз. Яғни біз бір туындының мағынасын әр уақыт талап екенін айтып, біршама әңгімелік сөзімізді айтып отқанымызға куә болып отырсыздар. Яғни бір тудың мағынасы әр уақыт болуға талпыну, соған қалай жету мәселесі. Ол үшін әрине біз өткен жолғы ролигіміздегі мәселелерді жалғастырып айта беруді жөн санап отырмыз. Соны тыңдай отырып, жағыласпаса жан қалмайды дегендей, ішкі жан дүниемізді тазарту мақсатында ішімізге біз таңдап берген арылық, ақылдық жолын ендіруге, оған кедергі жасайтын құтабандық, әзәзілдік, азғындық, арсыздық жолды ішкі жан дүниеге кіргізбеу мәселесіне байланысты қолданғымыз келеді. Яғни жағаласып, іштен қуу, биологиялық өмір сүру, тек хайуандар сияқты ішу, туу, көбею деген сияқты бір-бірін басыну деген әрекеттерден қашып, саналық қуат, яғни әруақтық қуаттармен байланысып, өмірімізді ұзарту, елімізді қорғау, жерімізді қорғау, адамзат баласын қорғау, жәннесін қорғау деген мәселені біз сөз етіп отырған едік. Сол сөзді біз ары жалғастыру үшін өз ішімізді, ішкі жан дүниеміздің жағдайын бір шама келгеннен кейін осыны біз сыртқы әлеміміз, яғни өзіміздің қоғамдық ортада, Қазақстан жерінде болып отқан жағдайларға байланысты айтып отырмыз. Енді біз өткен жолы барлық Алматыдағы қырғынға, жастардың өлуіне, олардың қинауға, яғни тырнағын ине тығып, арқасына үтік басып, тістерін жұлып, қинау әдіс тәсілдері сол құлтабандардың өздерін қорғау әрекеті деп айттық. Соған байланысты біздегі көңілдегі қайғының әлі соған шүйлігіп тұрғанын айтып отырайық. Соған байланысты біздің естіп жатқан ақпараттар да жақсы ақпараттар емес болып тұр. Ол әлде болса сол өздерінің ақталып жақталған террорист, экстремист деген адамдарын санын толтыру үшін өз жұмыстарын жасап жатқанға ұқсайды. Сонша ұзақ созылып, қорытынды жасай алмай жатқандарына қарағанда. Әйтпесе бәрі анық нәрсе. Анықтығы сол, біз өткен жолы сол террористік, экстремистік ұғымдарға ендіріп халықты былайша айтқанда жазалау жағына алып келген бір идеологиялық ұстанымдағы адамдар деп айттық.
ол сол адамдардың кесірі деп айттық, есімдерін де айттық. Оны қоғам ішінде кең таралып кеткен жанаматтармен айттық. Өйткені әлде болса біз сол аттармен айта береміз, өйткені ол кісілердің күнәсі көп. Бұл да біздің бір солай жанаматпен айтып боқ жүрген жан боқ болады деп айтсақ, Тілеуханов пен Тазабековті. Бұл да біз өзімізше моральдық тұрғыда оны жазалап жатқан деп түсінерсіздер. Яғни мен сол өткен жолғы әңгімемізге ары жалғастыра отырып, осы өз Қазақстанымызда болып жатқан жағдайға қатты рухани мәні бар мәселелердің әсерін тигізіп, осындай жағымсыз жағынан көрініп отырған кісілер туралы ары қарай жалғастыра түспекпін. Себебі бұл әркімнің көңіл аудара ойланбайтын адамдарға бұл түсініксіз болуы мүмкін. Сол кішкене түсінік кіргізу үшін біз өзіміздің пікірімізді, көрген білгенімізді айтып сіздерге жеткізе түскен жөн санаймыз. Енді біз оны тек ақпарат беттерінен ғана емес, басқа да өзіміздің бетпе-бет жүздесіп көрген, куә болған жағдайларға байланыстырып айтпақпыз. Сондықтан кішкене өз көргеніміз жөнінде өз басымыздан өтіп, солармен байланысымызды сіздерге жеткізе түспекпіз. Бұл бір дәлелдік үлгі деп ойлаймыз. Өйткені басқаға дәлелдей алмасақ та, өзіміздің көңілімізге әбден қаныққан, түйсігімізге қонған, өзіміздің сол кісілерге байланысты өзіміздің қарым-қатынасымызды айқындаған адамдармыз. Яғни жаңағы айтып өткен жағымсыз кейіпкерге айналған біз үшін ғана емес, қоғам үшін, қазақ үшін, ел бейбітшілігі үшін жағымсыз кейіпке арналған кісілердің жөнінде біз енді былай айтсақ, Тараздың 2000 жылдығына мерейтойына байланысты 2000 жыл толды деп 2000 жылдары облысымызда дайындық жұмыстары жүргізілген. Соған байланысты біз өз жігіттерімізбен, достарымызбен дайындық жұмысын жүргізіп, суретшілер үлкен полотно жасап, сыйға тарту мақсатында еңбек бастаған болатынбыз. Сол еңбектің аяғы былай жалғасқан еді. Байоразов Талғат деген досымыз қасиетті билер ел деген үлкен полотно жазған еді. Бірінші болып, үлкен сезіммен патриоттық түйсікте шабыттанып жасаған алғашқы туындылардың бірі деп айтсақ болады, Тараз жерінде. Ал екінші туынды Бексұлтанов Мақсат деген досымыз ол Аңырақай шайқас деген үлкен картина жазған еді. Сол картинаны марқұм Заманбек Нұрқаділов бір дегенде ешқандай саудаласпай айтқан бағасына беріп, ол жігітімізді мәз қылып кәдесіне жарату үшін алып кеткен еді туындысын. Сонымен мен болсам Наурыз деген картина жазып жаттым. Үш суретші өзімізше сыйымыз болсын деп істеген жұмысымыз еді көпшілікке, патриоттық тұрғыда. Яғни сол екі ортада біздің досымыз Талғат Байоразовтың, яғни денсаулық жағдайына байланысты, отбасы жағдайына байланысты қаражат мұқтаждығына тап болып, біз оның туындысын өткізу мақсатында Астанаға барған едік. Сол Астанадан бірауыз нұсқаулар алып, сол туындының бағасын бағалату үшін эксперттер керек болып, сол эксперттерді іздеп Алматыға барған едік. Алматыдан сол эксперттерден олардың қорытынды жаңағы сараптамасынан өтіп, оны бағасын анықтап, қайтадан Астанаға барып, министерствоға барған едік. Министрлікте, мәдениет министрлігінде Күлмұхамбет ол кезде есімізде, мен есімнен кішкене шыңғыра қапты, Күлмұхамбет па министр. Соның қабылдауына барамыз деп, қабылдауында боламыз деп, қабылдау кабинетінде отырған кезде, барған кезде бізді бір мешіттің діндарлары қарсы алды. Сөйтіп олар біздің жасаған жұмыстарымызға шүйлігіп,
адамдарды салуға болмайды. Бұл күпірлік, бұл сендер о дүниеге барғанда алла тағалам сіздерге тірлік деп айтады, соны тірілтемей ол жаққа кетесіздер деп өздерінің білген насихаттарын айтып басымызды қатырған еді. Ол Нұр мешіт дедім, әйтеуір жаңадан соғылған үлкен мешіттің имамымын, өзі жас бала деп бізді біраз басымызды қатырды. Біз айтамыз, біз мешітке келіп отқан жоқпыз, біз суретшілерміз, біз мәдениет жұмыстарымен айналысып жүрміз. Біз өз саламызда осыны келіп отырдыңыз, жоқ, мен сіздерді әдейі күтіп отырмын. Ол қайдан бізді біліп, қайдан күтіп отырған, арнайы күтіп отырмын. Сіздер мен бірге жүрсеңіздер, мен сіздерге уақытым жоқ деп маңғазданды ғой. Ал сіздер үшін бір сағаттай уақыт бөліп сіздерге түсіндіріп берейін, кішкене түсініктеріңіз дұрыс емес екен деп бізге ақыл кеңестерін айта бастады. Біз жоқ, рахмет деп, ол кісіні ешқандай сізді мазаламайық, жұмыстарыңызға бара беріңіз деп біз қалдық. Бірақ ол жас бала, бізден әлдеқайда жас бала. Сөйтіп өз кезегімізде, кезек онда ешкім жоқ, біз өзіміз қайтадан отырмыз, көмекші жігіт. Мен қазір сөйлестім, сіздерді мәдениет комитет деді ме, соның бастығы. Соған барыңыздар, оның бастығы Бекболат Тілеухан. Бекболат Тілеуханға барып, жолыңыздар, ол кісі күтіп отыр деді. Жарайды деп, сол Бекболатқа бардық. Өйткені ол кезде министр болмай қалды. Жұмысына келмей қалды ма, бірдеңе болды әйтеуір. Қайда екенін білмейміз. Қысқасы ол кісімен жолығуға мүмкіндік тумады. Сөйтіп Бекболатқа бардық. Бекболатқа барғанда жаңа досым ол кісінің білетінін айтты. Бұрындар келгендігін айтты. Мен ыңғайсызданып, сен өзің кіре бер, мен сыртта күтіп отыра тұрайын деп, сол кабинеттің ішінде сыртында кірмей отырды. Мен кірдім. Сөйтіп сол мәселесін шешіп дұрыстап шығамыз ба деп ойлап едік. Бекболат сол кезде мен алғаш рет бетпе-бет кездесіп жоқтым. Ол а дегендегі сөзі, мен ана жұмыс кабинетіндегі столының бұрышына Құран кітабын қойып қойған, мен 5 рет намаз оқимын, міне Құран кітабым деп әңгімені содан бастады. Сөйтіп ол да мені білетінін айтып, жалпы сөйтіп мен жағдайымды естіге салысымен оның орындалмайтын, онда мүмкін емес екенін айтып, адам суретін салуға болмайтынын айтып, ол күнәһар болатынын айтып, онда салған адамды тура анау молданың айтқан сөзін, мешіттегі имамның айтқан сөзін бізге ол айтты. Сөйтіп маған өзінің өкпесін айтты. Өкпесі болғанда дін мен діл бағдарламасын сен жаптырып тастадың, соның бәрін қорытып зиянын тигізіп жатсың, әруақ деп жүрсің, әруақ-паруақтың бізге қажеті жоқ. Біз ислам жолымен жүреміз, мәдениет деп соқты. Сөйтіп сіз мен үстімнен арыз жазып жүрген адамсыз, солын жаптыру үшін Тоқаевқа, әйелі еврей адам, ештеңеден хабар жоқ, түсіну мәңгүрт адамға, қысқасы деп біраз оны жер-жебіріне жетіп маған жеткізді. Мен айттым оған, мен Тоқаевты білмеймін, оған жазған жоқпын. Жоқ, хат міне менде, үстелімнің менде тұр деді. Мен онда көрсетші дедім. Сөйтсем ары бері іздеп күйбеңдеп таба алмады да, қысқасы ол басқа уақытта қазір менде ол мүмкіндік жоқ деп ары бері таппаған соң, мен оны білем ғой ондай болмағанын. Сөйтіп ол бізді нақты кесімін айтып, алмайтынын айтып, әңгіме қозғады. Сол екі ортада біраз әңгімелер болып, кикілжіңге келіп қалдық. Ол менде өткен эмоционалды адам екен. Қара дүрсіндеу, ештеңе түйсігіне кірмейтінін ұқтым. Сөйтіп, ол маған да сөйтіп ұққан шығар, өйткені оның әрекетін мен ешқалай қабылдай алмадым. Оған да мен айттым, мен министрлікте отырмын ба, кімде отырмын? Біз мәдениет мәселесінде айтып отырмыз. Тараздың 2000 жылдығына байланысты осындай туындылар, осылай болса дұрыс болар еді. Маман ретінде осы салада сөйлеп отырмыз десек, жоқ, ол бізге керек емес. Біз бәрін исламмен көреміз, әлі көресіздер, ислам негізінде. Қалай олай десе, біз зайыр мемлекет десек, ол болмайды. Бізде ислам мемлекет, исламдық бағытта, ислам мәдениетімен байланыстырамыз бәрін деп соқты. Яғни
Оның жаңа хат жазу деген мәселесі былай болған еді. Дін мен діл бағдарламасы. Тағы да жаңа Күлтөкпеге біздің қасиет тұтқан қазақ елі баяғыда аграрлық дәуірдің өзінен бері бүгінге дейін жеткен сенім үлгілерімізді қорлап, яғни өткен жолы айттым, Күлтөкпе бағдарламасында әруақ деген ескі сөз архаик актеп лақтырып тастаған Осынбек болады. Сол сөздері бар, тағы басқа да теріс уағыздарын естіп, дұрыс ағым емес екен, исламның бет әлпетін ашып отырғандықтан қандай екен. Мәселе бойынша осы дұрыс бағытқа бағынған теледидарда ондай бағдарламаларды бақылау жасасаңыздар екен деген мағынада Тасмағамбетов ма министр болды ма, ол кезде есімде жоқ, хат жазған. Бірақ та Тоқаевты білмеймін, Тоқаев емес, өзі Тоқаев не екенін білмеймін. Бір ол сыртқы істер министр болды ма, бірдеңе болды, әйтеуір Тоқаев деген ойда жоқ. Қысқасы, бүгінгі президент сондағы Тоқаев Бекболаттың айтып отырғаны. Сондай адам екен, бірінші маған жақтырмай жеткізген, ол жөніндегі білетін сол Бекболаттың өзі болды. Ал енді әрине оны екеуміз оңаша кабинетінде отырғаннан кейін ешкім естіп, ешкім куә бола алмайтын шығар. Бірақ та мен сол кезде шыққаннан кейін айырылысатын шақта мен досыма оның бәрін айтып жеткіздім. Яғни мен сол жаңа хатыма байланысты сөзімді жалғастырсақ, хатта соған байланысты Қайнар Олжай деген журналист болған. Журналист бар екен, сол телеарнада істейтін бөлім басшысы ма, білмеймін, қазірде ол естіп отырса, білетін болса, ол айтқанымызды өтірікке шығармас деп ойлаймын. Сол кісі маған звондап жаңағы телеарнасына шақырып, хабарға шақырды, өткізу, хабар өткіземіз деп, кездесу өткізейік, сұхбат өткізейік деп. Мен келісіп бардым. Барған кезде телестудияда кіреберісте жаңағы Мұхамеджанды көрдім. Бірінші рет онымен жүздесуім, өзі аласа бойлы, қара домалақ бала екен. Ілтипат көрсетіп, амандасып атты, жарайды. Сөйтіп біз студияға келіп, жаңағы әңгімемізді жүргізбек болдық. Қайнар Олжай сояққа қарай шығарып жеткізіп салды. Содан кейін ары қарай Сапарғали дейма бір журналист, өзі діндар, дүмше діндар шамасы. Мен таң қалдым. Қазақтың сонда зиялым деген жігіттердің бәрі бір түрлі мінездер көрсетіп отырды. Жаңағы сұхбатымыз басталған кезде тіпті маған сөз берген деп айтсам болады. Өзі сөйлейді, жаңағы жарнамалар шығады, мен аузымды ашып, әңгімемізді алыстан бастағанша бітіп қалады. Қысқасы мен ештеңе айта алмадым. Ал жарнамалық пауза уақытысында ол ауызлық жыбырлап, теңселіп, төмен қарап, дұғасын оқи берді. Маған көңіл аудару ондай болған жоқ. Тек қана ауыз жыбырлап, дұға оқи бергеннен басқа ештеңе айтқан. Балай жасаған жоқ. Уақытын болып қалғанын да айтқан жоқ. Сөйтіп, уақытымыз бітіп қап, мен қанағаттанбай, әңгімеміз енді басталатын шақта бұл қалай деген ыңғайсызданып шықтым. Бүйтпегенше келмей-ақ қойғаным керек еді сұхбатқа деп. Сол кезде Қайнар Олжаймен де ол мәселемді айтып шыққанда бір жас бала жүгіріп келіп, жігіт, аға, біз сізді түсіндік, көрдік, айтам деген ойыңызды айта алмадыңыз, өйткені айтқызбайды да ондай ойды. Бұл кісілер осындай дін жолында жүріп, сол бағдарламаға, сол идеяны жүргізетін адамдар. Бұларға ақша төлейтін арабтар деп шет жағасын білдірді. Сол кезде барып мен таң қалдым. Барлық жақты бұл кісілердің шырмауына түсіп қалғанын. Міне сол мәселе бойынша жаңа Бекболаттың айтып отырғаны, хат жаздыңыз деп. Ал ол Тоқаевты қосып жіберіпті. Оның әйелін еврей екен, оны не шаруам бар? Оның мәңгүрт екен, ол дым түсінбейтінін айтып сөйлеген сонда осы Бекболат болатын. Бірақ та әрине Бекболатты да сол әңгімеден кейін өзім ішіме түйіп білдім қандай адам екенін. Сөйтіп қысқасы бетпе-бет жолыққандағы жағдайымыз солай болған. Енді шыққаннан кейін оны досымды айтады, бұрында болған, Бекболат айтты сол кезде, бұл кісілердің мен жұмысын алғам, енді болмайды, енді адам самау керек, әшейін пейзаж, табиғат көріністері болса, соны көрейік, былай алмаймыз деп кесіп айтты, адам болмайды деп, адам салғы болмайды. Бұл қасиетті біздің билер деген картина ғой, біздің ол адамдарымыздың келбеті ғой деген кезде керек қылмады, болмайды деп. Сөйтсек, оның алдында сол жігіттеріміз
бірге Бекболат ертіп барған Қайрат Сатыбалдыға барған ба? Барған екен. Ол да алмаған, өйткені мешіт салып жатырмыз деген желеуді айтып, мүмкіндігін жоқ бәрін айтқан екен ол. Міне сөйтіп, жалпы бұл сала, бұл мәдениет саласының, сондай ақпарат саласының бәрін бұлар игеріп, меңгеріп өздерінің айтқан жүргізіп отырғандарын аңғардық. Ол кейін біздің ақындардың айтысында көрінді. Ақындар айтысында қатардағы әбілқазылардың құрамында Бекболаттың өзі бәрін бақылап отырды. Кім Алланы көп айтады, кім ислам жөнінде айтады, оларға меніңше мүмкіндіктер беріп марапаттап, ал қалғандарына жол бермей, тек сол жақтарын бақылап отырды. Байқалады. Ол телеарналарда барлық ақындар айтысындағы көріністерде бар. Яғни, бұдан біз ақындар деген адам ұлттың өнерін, тілін байытатын ерекше жандар ғой. Міне соларға солай тұсау қойып, дүниетанымында құлып салып, дүниетанымдарын, рухани болмыстарын тұзаққа ұстап, алысқа жібермей, тек сол өздерінің бағыттарына бағдарлап насихат жүргізіп отқан осылар деп ойлаймын. Өйткені біздің ақындар соңғы кезде ақынға ұқсамай қалды. Елден бөлініп, жеңіл желпі үлкен мәселе жөнінде істер ой айтуды жетелер жетпей қалды. Міне содан бұл мәдениет саласындағы жағдай. Ал енді былай қарасақ, мектеп жағдайына қарайықшы. Мектеп жағдайында да сондай үлгі. Оны бір ғана мысалға қазақтың әдебиет кітабы, қазақ тілі әдебиет кітабынан көруге болады. 5-ші кластың әдебиет кітабы. Шамамен ол мен көрген уақытым 17 жылма менің немерем 5-ші класс дейтін. Соның кітабын қарап отырып, байқағаным жаңағы дін мәселесін кіргізіп жүрген. Дін болғанда ислам діні. Сондағы алғашқы пайғамбар деп жаңағы Ибрагимді айтады ғой. Сол Ибрагимнің жаңағы Құдайға сену әрекетін суреттегені. Яғни, ол өзінің әйелі туылмағаннан кейін сол әйелдің айтқанын істеп, өзінің көңіліне үйленеді деген бір аңыздар бар ғой. Сөйтіп көңілінен бала туғызады. Сол баласымен бір жаққа шығып бара жатқанда, отбасымен түгел. Анау бәйбішесі ғой, алғашқы әйеліне қызғаныш болып, анадан құтылуды орнайды. Ең алдында үйлендірген оның өзі болатын болса, баланың қажеттігін айтып. Енді содан ажырату мәселесін айтып, баладан құтылудың жолын айтып әйелден. Пайғамбарлық Ибрагимге айтады ғой. Ибрагим сол әйелін айтқан істеп, аналарды айдалаға апарып тастайды. Шөл далаға. Сөйтіп тастап кетіп, бір Алла құтқарады, Алла болсын деп. Аллаға сенсек болды деп. Сонда айдалада қалған әйел мен бала қиналғаны жазылады жаңағы әңгімесінде. Бұл тақырып, осы тақырып қазақ әдебиетіндегі тақырып. Жаңағы 5-ші кластың кітабы, әдебиет кітабында. Сөйтіп, олардың қиналғаны жазылады, баланың жылағаны жазылады, шөлге шыдамай. Шешесі екеуі сөйтіп, бала қысқасы бала жер теуіп қалып, су ағып, әйтеуір сөйтіп бұлақтан су шығып, сөйтіп аман қалған түбінде айтады. Сөйтіп соны Алланың ісі деген сияқты нәрсеге бәрін келтіреді ғой, аңыздарын жасап. Сонда мен ойлаймын, бұның қандай тәрбиелік мәні бар? Қазақ әдебиетіне не үшін кіргізді? Сонда баланы да шағанды тастап, бір Алла деп бәрін тастап кете көріп па? Деген мәселе, тәрбиелік мәні бар сондай үлгілерді ендіріп атқан кітаптың мағынасын көрдім. Және онда тағы да біраз нәрселер бар. Жалпы бұл Ибрагим туралы жаңағы осы діни уағыздардың ішінде қазір айта кетсек болады. Тағы да бір көпке белгілі аңыз бар ғой. Ибрагим жаңағы баласын бауыздайын деп жатқан кезде, құрбандыққа шалайын деп жатқанда Алла үшін. Алла онысына риза болып, қандай Алла екенін қайдам, риза болып, жаңағы соның берілгеніне риза болып, құрбандыққа
тоқты жібереді дейді ғой, қой. Сөйтіп аман қалып, жаңағы баласы аман қалып, құрбанға шалатына жаңағы қой болады ғой. Міне сол сияқты мен қысқаша бәрін былай жалпы мазмұнын айтып отырмын. Міне осындай әңгімелерді әдебиетке ендіру. Бұл нағыз былайша айтқанда 5-ші кластың баласынан бастап бүгінге дейінгі мәселеде қалай адамдар терроризмге, экстремизмге, діни фанатизмге айналатын насихат әңгімелер емес, осыны мектеп оқушыларының, қазақ мектеп оқушыларының кітабын ендіріп болған. И оны ендірген адамдар өңшең ғалымдар. Ғалымдар деген аты бар ғой енді. Сол идеология берілген. Оның ішінде бұрынғы министр әйелдің де есімі тұр. Бәрі табын астында әдебиет шығарып, оқу құралын шығарып кеткен. Сонда осыны қай сараптамадан қалай өткізді? Сонда қандай мақсат көздегенде, міне бұл салада да жаңағы Бекболат Тілеухан мен Мұхамеджандардың жасап айтып атқан елдің алдында қоғамда ашық шығып насихаттарының нәтижесі деп айтуға болады. Яғни бәрі сол үлгіге беріліп жасап отыр. Мысалы, мынандай видео роликті көрсеңіздер болады. هؤلاء هم الجيل القادم. هؤلاء هم من سيزعزعون الحرب ومن سينشرون بإذن الله الدين القيم في جميع بالشام جيش كالأسود وجيش في العراق له احتداء. Atın kim sen? Abdullah. Abdullah. Kayaktan geldin? Қазақстан. Maşallah. Kay жердесің sen? İslam Халифат. Maşallah. Ne istеп жатсың? Muaskere. Maşallah. Amырың кім sen? Абу Бакр Бағдади. Maşallah. Өскесін кім боласың sen? Мен өскенсің, иншалла, кәфірлер сендерді бауыздайтын мужахид болам. Maşallah. Арабский үйренеміз, араб тілін үйренеміз, тәжвид үйренеміз, фих үйренеміз. Осының бүкілі Аллах үшін үйреніп жатырмыз, иншалла. Біз муаскер үйреніп жатырмыз. Сендерді, иншалла, осы сендер кәфірлерді өлтіреміз біз, иншалла. Бауыздаймыз. Такбир! Аллаху акбар! Міне бұл видеороликте өздеріңіз білесіздер, жас міне қазақтың балалары қандай діни фанатизмге беріліп не сөйлеп жатқандарын ұқтыңыздар. Бізге де сондай оқиға болсын деймін. Яғни болашақта бізде де болады. Өйтіп біздің мектеп сабақтарына, басқа сабақтарға, басқа мәдениет орындарға осындай діни насихаттар кіріп жатса, біз ешқашан зиярлы мемлекет болмайтынымыз түсінікті. Яғни бұл ма? Былайша айтқанда, сол 5-ші класстағы кітапқа енген мәселе туралы сол өтірік ғалымдарға, өтірік қоғам қайраткерлеріне, өтірік саясатшыларға ашуымыз келген, сондай кімге шағынарымызды білмедік. Осы мәселені мақала жазамыз деп жүріп, міне бүгінге жетіп қаппыз. Одан да үлкен мәселелер туындап кетті. Міне аяғы діни экстремизм, салафизм, андай мұндайларға теңеп, терроризмге теңеп, қазақ балаларын қырып атқаны Алматыдағы жағдайда осы. Соның себеп салдарын, біз себебін айтып отырмыз, бұл салдар ғана. Яғни, бұл сондай жағдай болып жатқанда, енді ғалымдарымыз не айтып жатыр дейсіздер ғой. Менде бір ғылыми конференцияға қатысып, халықаралық деп аталады, соның тарих сессиясында баяндама жасамақ болдым. Сонда бір баяндамалар жасалынып жатты. Сонда бір Зікрия Жандарбек дейме бір түрлі келбетті адам қазақ шежіресі деген тақырыптарда баяндама жасады. Яғни тақырыбы ұлттық мәселе болғасын, мен қазақ мәдениетіне қатысты болғаннан кейін мен дұрыс екен деп отырдым. Бұл жақсы. Этнопедагогтар бәрі дұрыс жұмыс істеп жатыр. Ол тарихшылардікі де бұнысы дұрыс шығар деп. Сөйтіп өз баяндамамды оқыған кезде жаңа кісі атылып, айқайды салып, мені қолмен нұсқап, мынандай адамды құрту керек. Бұл дін бұзушы. Бұл сондамды деп сол мен баяндама байланысты айқай шу шығарды. Сөйтіп
біздің конференциямыз өзі айқай шумен аяқталғаны бар еді. Мен сонда таң қалдым. Бұл ұлттық мәселені қозғап отырып, бұлар бұл дінден неге қаша алмайды? Діннің, яғни көзі ашық адамдарға басқа елдің мәдениеті екенін, жалпы осындай ұстаным ғылыми еңбекке, ұлт тарихына қандай қатысы бар деген мәселеде қатты ойландырды. Бірағында мен тағы түсіндім. Сол кезеңдердің өзінде бұл тағы да жаңағы адамдардың, мен айтып өткен жоғарыда, діни адамдардың ықпалы ғой деп. Сонда ғалымдар да сондай өтірік докладтар жасап, адам санасын тұсаулау мақсатында жаңағы Бекболат пен Мұхамеджан Сатыбалдың басқаруымен жүріп жатқан жұмыс қой деп. Содан кейін сол докладта тағы да бір баяндама болды, ол Яссауидің жаңағы хикметіне байланысты талдаулар жасалынған баяндама болды. Ол баяндамада да Яссауидің либералистік көзқарасындағы жаңағы Алла әруақты айтпайды, әруақты айтқан жоқ. Онда да әруақ кім оқып көрсе оны біледі. Тек қана Аллаға сену, Мұхаммедке сену, Аллаға табыну мәселесіндегі көзқарасын ғана баян етіп, ал қазақи ерекше сонда дүниетаным араластығын оның дүниетанымындағы айтқан жоқ. Ол сұрақ бердік, хикметте тек қана ол емес, мынау да бар ғой деген кезде дұрыс жауап бере алмай күмілжіп қалғаны әлі есімде. Міне, бұдан да біз негізі ғалымдардың, жазушылардың, ақындардың, тіпті музыканттардың да, тіпті суретшілерде бар шығар, бар адамдар ондай. Бәрін дінге бұрып, қазақ мәдениетінен ауытқып, рухани болмыстарын өзгертіп жатқан, саналық болмыстарын өзгертіп жатқанына көзіміз жетті. Бұл жаңағы мен көрсеткен ролигімдегідей сондай мәселелі жағдайға жетісетіні сөзсіз. Баяғы Ауғанстандағы жағдай қырғын, орта ғасырлық, жаңа дүниетаным үлгісінен жұрдай бір мәңгүртелге айналдыратын анық. Міне осындай сәттерде тағы да осы ғылым саласынан шыққан бір дүние. Президент, алғашқы президент, бір Назарбаев мәңгілік ел деген мәселені айтып қабет, бәрі жапа-тармаға, барлық журналдарда, газеттерде сол әңгіменді сөз болып, ол қандай керемет адам, мәңгілік ел туралы айтты. Күлтегінен көріп алып, оны сонда жазылған екен. Енді мәңгілік ел боламыз деп бәрі шуылдап кеткенін білеміз. Сол шуылдау негізінде мәңгілік ел атты пәнді кітапты, пәнді мектеп бағдарламалары ендіру мәселесі қозғалды. Соны енгізіп те жатты, кітапта шықты, оны да енгізді кейбір мектептерде, оқытты. Сондай да пән бола ма деп ойлайсыз сонда. Пән болу үшін оның көп жолдары бар ғой. Оны негіздеу, тәжірибеден өткізу мәселелері бар ғой. Оның мазмұн бірінші анықталу керек қой. Ондай ешқандай ізденіс болған жоқ қой. Бірақ да соны жасаған үлкен қарағанда қазақтың оны басқарудың ұлттық педагогикалық университетіндегі кісілер, ғалымын деген кісілер. Қысқасы, онда да мазмұның бәрі салт дәстүр, өзіміз білетін қазақтың бәрі үлгілері айтыладағы, жазыладағы, ең соңғы олда тұйыққа тіреліп, исламмен аяқтады. Бәр дүниетаным төбесі шаңырағы исламға кіріп, одан ары ауа жоқ, кеңістік жоқ, одан ары қабылдау жоқ. Сөйтіп біздің тарихымызды тежеп, тереңдігін өлшендеп, өзіміздің көшпелі өркениетіндегі қалыптасқан қазақтың ерекше дүниетанымын жоқ қылып отыр. Сонымен ойланасың. Нағыз қазақтың дүниетанымы үлгісі әруақ, яғни саналық қуат еді ғой. Саналық қуат бұл шексіз дүние ғой. Ол саналық дүниелерді шығарып тұрушы еді ғой. Саналық дүниелердің, бұлардың сеніп отырғандар саналық дүние ғана ғой. Ал саналық дүние деген ескіреді, одан жаңасы шығады. Жаңасынан кейін ода ескіреді, одан жаңасы шығады. Оның бәрін жасап отырған саналық қуат қой, әруақтар ғой. Әруақты үлгілер ғой.
соны қалай көрмей жатыр? Бұл басқа жерде жоқ, өз дүниетанымызда бар, өте жақсы қуатты саналық қуат қой деген ойға келесіз. Мені құрметті әлеумет, яғни біз бұл жерде айтқымыз келетіні, қаңтар қырғынына болуына құлтабандардың сөзіне тек болатын терроризм, экстремизм, ұлтшыл деген сөздерді пайдалануға жол ашып беріп отырған, сон негізін қалаған себепкерлер осы мен айтып отырған адамдар деп есептеймін. Неге олар сұраққа алынбайды? Неге олар жауап бермейді? Неге олар қылмыскер ретінде танылмайды? Барлық нәрсені бүлдіріп алып, бүгін олар қайда кетті? Өз жұмыстарымен өздері қанағаттанып, Құдайға шүкір, бақыттымын деп телефон анау кетті, депутаттығын бәрін тапсырып, Түркияма бір жаққа. Мұхамеджан қаяқ кетті. Ол соңғы интервьюінде сатып алдың бәрін мақтап, қазаққа тәрбие беру деп, өзінің ұлы ұлтына тәрбие бергісі кеп кішкентай ғана болып алып, ол өзін неге меңзеп, кімді санап отыр? Осы мәселе бәрін ойлап қарасаңыздар, кінәлілер жаңағы қаңтар қырғынына қатысты, әлде болатын қырғындарға қатысты осы кісілер болмақ. Бұлар дер кезінде тоқтатып, еліміздің идеологиялық саясаттағы бағытын анықтамасақ, ертең екінші жауған Ливия, Сирияға айналатынымыз сөзсіз. Бұл біздің дамуымызды тоқтатады. Яғни, былайда біз 100 жылға қалып қалған мемлекет жалпы айналадағы өркениеттерден. Одан сайын біз құруымыз. Құрметті әлеумет, менің бүгінгі ролигімді айтқым келген осы мәселеді. Яғни бұл бір туынды күн басты адамға қарап отырып, сондай қасиетке қашан ие боламыз деген арманнан той берсін деген сөз. Бұны мәселе туралы тағы да жалғастырып, келесі ролигімізді айтамыз деп ойлаймыз. Келесі жолы көріскенше аман сау болып тұрыңыздар.